баяғыда мақта қыз деген қыз болыпты. Мақта қыз үйін жинап жүріп бір мейіз тауып алады. Мысықты шақырады, мысық келмейді. Қыз келмесең келме деп мейізді өзі жеп қояды. Жеп болған соң мысық келіп неге шақырды деп сұрайды. Мақта қыз айтпайды. Сонан соң мысық ендеше қатығыңды төгем дейді. Мақта қыз мен құйрығыңды кесіп аламын дейді. Мысық қатықты төгеді. Мақта қыз мысықтың құйрығын кесіп алады. Мысық апау апа құйрығымды қайтарып берші дейді. Мақта қыз менің қатығымды төле дейді. Мысық сиырға барады. Сиыр қатық берші дейді. Сиыр менің қарным ашып тұр, маған жапырақ әкеліп бер дейді. Мысық ағашқа барады. Ағаш маған жапырақ берші дейді. Ағаш мен шөлдеп тұрмын, маған су әкелсең жапырақ берем дейді. Мысық суға бара жатса, су әкеле жатқан қыздарды көреді. Қыздар маған су беріңдерші дейді. Қыздар оған бізге сағыз әкеліп берсең біз саған су береміз дейді. Мысық дүкенге барады. Әй дүкенші, маған сағыз берші дейді. Дүкенші маған жұмыртқа әкеліп бер дейді. Мысық тауыққа барады. Тауық маған жұмыртқа берші дейді. Тауықтар бізге дән әкеліп берсең біз саған жұмыртқа береміз дейді. Мысық енді не қыламын деп бара жатса бір ін қазып жатқан тышқанды көреді. Мысық тышқанды бас салады. Жаныңның барында айт, үйде не бар дейді. Тышқан қорыққаннан үйімде бір табақтар бар дейді. Мысық маған бір уыс бер дейді. Тышқан не бар бір уыс тар әкеліп береді. Мысық тарын апарып тауыққа береді. Тауық жұмыртқасын береді. Жұмыртқаны апарып дүкеншіге береді. Дүкенші сағыз береді. Сағызды апарып қыздарға береді. Қыздар су береді. Суды апарып ағашқа береді. Ағаш жапырағын береді. Жапырақты апарып сиырға береді. Сиыр қатық береді. Қатықты апарып мақта қызға береді. Мақта қыз құйрығын қайтарып береді. Арнаға тіркеліп жазылып кет.